Былтыр енді кемшіліктер орын алды, айтатыны жоқ. Ерте бастан осы кезден айтқанмен біз маусым айынан бастап өкінішке қарай болды. Мен айтқан кезде жасыратын жоқ, күлдіңдер біразын. Неге әлден айтып отыр осын деп. Өртеніп кетеді деп сылтау айттыңдар шілденің кезінде. Мен айттым, сақтаңдар, қалай болған, ертең проблема болады. Өйткені бәр өңірде сұраныс көбейеді ол кезде. Вагон жетіспейді, көмір жетіспейді анаяқта, кезектілік болады. Осы кезден жинап қояйық деп. Қыста біраз қиналдыңыздар, біраз сөз естіңіздер. Министрлік айтты, бізден кінә жоқ. Сұрағандарыңызды бердік деді. Жоспарды сіздер аз бекіткенсіздер. Мысалы, 100 мың тонна керек болатын болса, сіздер 80 мың тонна жетеді дедіңдер. Беру керек 100 мың тонна. Министрлік айтты, біз айтқанын түгел бердік деді. Бірақ бізде сұраныс асып кетті. Біріншіден дұрыс жоспарлау керек, аудан әкімдері, қала әкімі. Сол жоспарды жақсылап бекітіп, алдын ала ұсыныстарды бізге, біз арқылы министрлікке осының бәрі кету керек. Қай жерден аламыз? Сапалы көмірлерді әкеп қойымыз керек. Бағасы дұрыс болу керек.